Бәріңізге сәлем, мен Қазира. Каналыма қош келдіңіз. Бұл бейнеде сіздер бұл картинканың тоқылуын көресіздер. Егер де сіздерді бұндай заттар қызықтырса, каналға жазылып, келесі бейнелерді жіберіп қалмас үшін қоңыраушаны баса кетіңіз. Біз ең алдымен картинка тоқу үшін мен өзім ағаш пайдаландым. Бұл жолы егер де сіздердің қолдарыңызда басқандай бұндай ағаш болмаса, тақтайша жіптің өзінен домалақ астын тоқысаңыздар болады. Пішінді төртбұрыш, доңғалақ, жүрекше, үшбұрыш әртүрлі болады, өзіңіздің қалағаныңыз бойынша. Бұл жерде мен егер де картинаның ішін суреті бар жағы қылғыңыз келсе, онда ол ар жағына қарап тұру керек. Егер де мына суреті жоқ жағы ішіне қарағым болса, онда былай қаратасыз. Мен суреті бар жағын ішіне қаратқым келгендік үшін мынаны арғы жағына тастаймын. Арғы жағына қаратамын да осы жерден бір ілме келіп екі ілме келеміз. Бұл жерден екі ілме келгенде мына жіпті арасына қосып тоқып кетемін. Бұл жіп қалмайды. Тура осылай мына жақ жанына қаратып тоқимыз. Тура осылай айландырып, мына жақ шетіне келеміз. Біздің бірінші бастаған жерімізге белгілегенді қоямыз, өйткені ең соңынан аяқтаған кезде осы бастаған жеріміздің тұсынан келіп аяқтайтын боламыз. Енді осы жерден бастап бізден екінші қатар басталады. Екінші қатар бастағанда біз енді картинаның қабырғаларын тоқитын боламыз, айландырып. Бұл қабырғаларды тоққан кезде біз мына жеріндегі екі жіптен аламыз. Мына жерінде екі жіптерден алатын боламыз. Мына жағында бір екі жіп бар, мына саған үшбұрыш. Бұдан емес, біз мынаның қасындағы, мына үстіңгі, мына жердегі екі жіптен аламыз. Ең бірінші жібіміз мына жерде тұр. Екінші қатарымыз осы жерден басталады. Картина тоққан кезде ең басты ескеретіндей, жібіміз неғұрлым қатты емес, бірақ бос болмау керек. Өте қатты тартып тастасаңыздар көпіршіктеріңізді кіргізу қиын болады. Ілмек бізді алып кіргізу, тоқу кішкене қиындық туғызады. Сол үшін қалыпты неғұрлым қаттырақ тартқанға, қысып тоқығанға жақынырақ болады. Бос болмау керек. Бос болса біздің картинамыздың қисайып дұрыс болмай қалады. Қап-қатты нығыз болу керек, тығыз болу керек. Міне қарасаңыздар бізде көтеріліп келе жатыр. Мына жағынан былай көтеріліп, картинаның қабырғалары келіп тұрып келе жатыр. Тура осылай айландырып, белгілі белгіге тұрған жерге келеміз. Мына екеуінен өткізіп, менде қатты тоқылғандықтан ілмек біздің ар жағына өту қиын болып жатыр. Тура осылай мына жақ бетінде тоқып келеміз.
бұл жерден бастап үшінші қатар басталады. Үшінші қатарда біз мына екеуінің арасындағы үшбұрыштардан өткіземіз. Мына жердегі үшбұрыштан мынаның ортасынан өткіземіз. Ортасынан ілмекімізді өткіздім. Жіпті алып шығамыз, екеуінен өткіземіз. Сонда бізде мына жерде мына үшіншісінен тура сондай үшбұрыш, мына үшіншісінен тура сондай үшбұрыш, әрбірінің үстінен тура сондай үшбұрыш қаз-қатар осылай биіктеп отырады. Тура осыдан еш өзгертпей, сіз де осындай үшбұрыштың мынаның қаншалықты биіктікте болғанын қаласаңыз, соншалықты биіктікті айландырып тоқи бересіз. Бұл жерде ана үшеуінің ортасынан алған кезде қаз-қатар бірінің үстіне бірі тізіліп, әдемі бір түр пайда болады. Мен 8 қатар тіктім бұл жерде. Ең соңғы қатарды, ең алғашқы қатар басталған жердегі ілмек біздің тұсынан кеп аяқтаймыз. Басқа жерден аяқтасақ, біздің себетіміздің қатар сандар қате болып кетуі мүмкін. Аяқтағаннан кейін жіптің белгілі бір ұзындықта шешіліп кетпейтіндей етіп қиып, қалған жіпті жасырып қоямыз. Мен бұл жерде мынаның сыртын түйме күннің белгісін салып сәндедім. Түйме күннің белгісін салып сәндеген кезде бұл жерде екі гүлдің арасында бір қатар қалып отырды, ал екі гүл бір гүлдің ұстайтын орны 3 қатар болды. Тура солай есептеп, осындай неттім. Енді мына жерінде енді қалған жерлерін сіздерге қалай жасағанды көрсетейін. Мына жерден бір тастаймын, бір арасына кететін қатар болғандық үшін мына жерден бір тастаймын. Мына жерден біреу, екеу, үшінші орын, екінші орын мына жерден екінші орынға алып келсем, біреу ортасына аралып қалады. Мына жерден біреу, екі салады, осы жерден істеу керекпін. Екіншісін мына жоғары болып тұр ортасынан. Мына жерде біраз қалса, екеу келсе, мына жерден істейді екен. Мына ішіне бері қарай алып шығамыз. Бұл түйме күннің формасын келтіру кездегі түйме күннің ортасы сары болады. Мына жерде сары жіпке ораймын. Сары жіпті неге? Үшеу ораймын мен. Үшеу. Болады да, мынаны тура өзінен естен қайтадан шығып кетеді үшін, осының мына жақтан біреу қалдырып, мына жағынан алып келіп үшеуін кіргіземін. Менде бұлдың ортасы пайда болды.
Бұл себетті сәндеу үшін жоғары жағына көк жіппен тізбек жасадым, және де бұған қол сумка сияқты қылдырып бау орнаттым ұстайтын. Егер де сіздерге бұл себеттің тоқылуы ұнаған болса, маған лайк басу арқылы білдіре аласыздар. Егер де ұнамаса, қай жері неге ұнамады, оны ашықтап пікірге қалдырыңыздар. Келесі бейнеде көріскенше, мен Қазира.